мінекей жетім қозыға өлген қозының терісін телейін деп жатқан сәті. Ал көреміз. Бір балажан қойдың қозысы өліп қалды. Соның терісін сыпырып, аш жетім қозыға теріні салып. Көрдің оны, құлай кетті. Аха. Нормально, көрдің ғой. Иә. Жетім қозы, менен сүт сұрапты, мен қайдан көрдім. Şu bak Murat yerini alalım. Aha. Murat yerini alalım. Artık üşüyordan ciddi. Aha. Tak, birinci jip moyundan байланады. Bu міндетті түрде құйрығы және басы алдыға қарап солай болу керек па әлде? Обязательно, то бана қой. Обязательно қозын құйрығын ескертеді. Өзін бұрынғы өлген қозын иісі шықтырды. Суынып кетпес үшін де? Белден алып тартасың. Қой ұстақ баласын қайдан білесің? Бұл интернетке салсақ күшті сабақ қой. Установление. Ага. Варчак. Түйрік. Құйрықты. Қозы, чтобы ана қозының иісі шықпау керек мұрағы. Өзінің иісі шықпау керек па сонда? Қой обязательно ол мұраны ескерді. Сосын мұраны алып кетесің. Сосын мұраға жіпті, құйрықтың аяғындағы жіпті мұраны бұттың астынан аласың. Бұттың астынан алып, сосын мұра кіндікте ешіпке байлайды. Ал бүкіл астында аппарат өтеді. Анау қойшыдан иіскегенде мынау жаңағы көтеріп кетпесін осында. Сосын мына қой дейтін бетін иіскейді ғой. Жанымды бетін сүйіп десе. Ал міне Нұрқас, кешегі қой, әне телінген қасында барып сөйлеп. Қасында барып тұрғанда қалай? Ал айт, кешегі телеген қой, әне. Қозысы артында кетіп баратыр, әне. Қозысы уже алып тұр, әне. Қозысы алып тұр, қойды көрдің ба? Бірақ қозысы кішкене нашарлау еді ертең.